Үшінші күннің сценарийі. Үшінші күні біз не айтамыз, не үшін айтамыз және қалай айтамыз. Бұл жердегі беріліп жатқан форматтардың барлығы сторис форматында сіздерге беріліп жатыр, бірақ на самом деле бұл сценарийді тек қана сториста емес, постта да, ютубтағы видеода да, ВКонтакте болсын, барлық әлеуметтік желіде қолдансаңыздар болады, тек қана сториста емес. Біз өзіміз оны сториста қолданғаннан кейін сіздерге осы кейстарды көрсетіп жатырмыз. Енді қараңыздар, үшінші күні негізгі болу керек 3 элемент. Ол біріншісі, бұл жерде бұл курс кімдерге арналмаған деген тақырыпты ашып айту қажет. Не үшін? Себебі қарапайым, допустим, өзіне өзі инвестиция салғысы келмейтін адамдарға арналмаған бос көрсетсеңіз, автоматически адамдар психологически не ойнайды, блин, я же не такой деп. Или там өзінің уақытын, өмірін бағаламайтын адамдарға арналмаған десеңіз, нет, я не такой, значит, онда на курс маған арналған деген обратный бір триггер өнеді. Сондықтан осы триггерді осы жерге қосамыз. Және взаимность деген триггер бар. Бұл триггер, яғни сіз ағаш емес екеніңізді, сіздің адам екеніңізді көрсететін, және сіз олардың беріп жатқан реакцияларына тегінде, или там оларға сіз тегін пайдалы болатыныңызды, яғни сіз оларға кері тегін болса да пайдалы нәрсе бере алатыныңызды көрсететін триггер. Бұл не үшін қажет? Адамдар егер тек қана сата беретін болса, онда мынау тек қана ақша үшін жүреді деген ой қалыптасады. Ал арасында осындай бір тегін нәрселер беру арқылы біз ондай қатты агрессивный продажник емеспіз, біз наоборот адамбыз, кейде тегін беруге болады, тегін береміз, ал ақша берсе онда одан да құн нәрсе береміз деген нәрсені жеткізу үшін. Бұл жерде біздің шәкірттеріміздің кейсі, түпкі сана парақшасының жасаған прогреві. Қараңыздар, бұл жерде бұл ТШБ деген курсты, тұрмысқа шықпас бұрын деген курсты запуск жасаған. Бұл сценарийда бұл кісілер бірінші күні ТШБ курсы барлық қыздарға арналмаған деп айтқанда, сразу өзіңді жақсы жігітке лайықты санамасаң, сырттай біреудің жігітіне қызығып жүрсең, бәрібір бұйырғаны болады ғой деп ойласаң деп жаңағындай негативный образдарды шығарып осындай адамдардың қатарынан болатын болсаң, онда бұл курс саған арналмаған деп жүрген. Скорее всего, ешқандай қыз бәрібір бұйырғаны болады ғой, немесе мен жақсы жігітке лайықты емеспін деп ойламайды. Көбісі наоборот позитивно ойлайды. Сондықтан олар автоматически нет, мы не такие, значит курс бізге болады деген ой қалыптасады. Ары қарай взаимность деген нәрсе бар. Мысалға, ол кісілер жаңағы взаимность деген триггерді қалай қолданған? Ол кісілер өздерінің парақшасында тегін тікелей эфир өткізіп, сол жерде тегін разбор жасаған. Яғни аудиториясына тегін бірдеңе беру арқылы оларға менің адам екенімді және мен тегін бере алатынымды көрсеткен. Бұл жерде тек қана тікелей эфир өткізу керек деген сөз емес. Сіз оларға бесплатный бір чек-лист берсеңіз болады, бесплатный видеоролик берсеңіз болады, бесплатный бір кеңес берсеңіз болады. Әйтеуір бір құнды дүниені тегін беру арқылы сіз кейде тегін бере аласыз, сіз шынымен оларды ойлайсыз деген нәрсені жеткізу қажет, потому что олар да сізді ойлайды, олар да сізден үміттенеді. Ең соңында көріп тұрғанымыздай, как обычно, скрины сообщения, как все ждут курс, яғни адамдардың сізден курсты сұрап жатқан туралы хаттарды жинап жүріңіздер и осы жаққа қосасыздар. Ондай хаттарды үнемі жинап жүріңіздер, себебі бұл сіздерге постоянно шығаратын бір элементтердің бірі. Каждый 2-3 күнде бір шығарып отырасыздар, біз айтамыз оны қай күн шығару керек екенін. Енді сіздерге келесі күннің контент дайын, келесі күнге тапсырма осы схема бойынша, сценарий бойынша өздеріңіз стористарыңызға контент жасау.